Таразда көтеріліс болып өтті. 2022 жылдың 23 қарашасы сағат 11:40 шамасында Қазфосфат қызметкерлері арасында түсініспеушілік туындады. Қазфосфат жауапкершілігі шектеулі серіктестігіне қарасты цифрлық трансформация басқармасының басшысы әріптестеріне дөрекі сөйлеген. Соның салдарынан түсініспеушілік болған деп хабарлады басқарма. Сонымен қатар, облыс әкімінің бірінші орынбасары Нұржан Календеров, облыс әкімінің орынбасары Қанатбек Мәдібек, облыс прокурорының орынбасары Нұрбек Ұласбекұлы қызметкерлерімен кездесіп, түсіндіру жұмыстарын жүргізді. Осы оқиғаға байланысты Тараз қаласының әкімі Орынбеков Бақытжан Әмірбекұлы зауытқа барып, мән-жайды ескеріп, жұмысшыларға басу айтты. Сонымен қатар, жүйе бойынша бәрін ретке келтіретінін атап өтті. Әлеуметтік желіде аталған аумақты тәртіпті қадағалап тұрған күш құрылымдарының көп екені туралы түрлі видеолар тарауда. Тіпті аймақта байланыс үзіліп қалған, ал ереуілге шыққандар басшылықтан кешірім сұрауын талап етуде. Облыс әкімдігінің айтуынша, басшылық пен қызметкерлердің арасында ешқандай ұлтаралық мәселе орын алмаған. Ресей азаматы жұмысшылардан кешірім сұрады және жұмыстан босатылды деп хабарлайды. Сондай-ақ жұмысшылардың талап еткен тілектері мен ұсыныстары, пікірлері бойынша жұмысшы топ құрылып, зерделеу жұмыстары ұйымдастырылуда. Қазақ ашуланбасын. Бейбіт заманда бір-бірімізді түрпектеп жүргенмен, басына іс түскенде қай заманда да жұдырық болып жұмылған қазақ халқы тағы да бір рет бірлігінің бекем екенін көрсетті. Дос болғанға құшақ ашқан туыспыз, қас болғанға қиып түсер қылышпыз. Өйткені біз қазақпыз.